Қазақстанда тек өткен жылы 40 мыңнан астам адам инсульт алған. Оның 60% ер адамдар. Дені 45 пен 60 жас аралығындағылар. Бүгін елордада осы індеттің алдын алу бойынша халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Шетелден келген білікті мамандар жас неврологтармен төл тәжірибелермен бөлісті. Бүгінде елімізде 58 инсульт орталығы бар. Онда науқасқа қажетті барлық ем-дом шаралары жасалады. Мамандар бұл үлкен әлеуметтік әрі медициналық проблемамен бірлесіп күресуіміз қажет дейді. Жыл сайын инсульттан өкінішке орай 40 мыңның ішінен 5 мыңнан астам бірінші 10 күннің ішінде қайтыс болады. Ал енді 5 мыңнан астам тағы да бір айдың ішінде үйде қайтыс болады өкінішке орай. Және де қалған адамдар олар мүгедектікке ұшырайды. Бүгінде Еуропалық одақ елдерінде әрбір 30 минут сайын бір адам инсульттан қайтыс болады, немесе өмірбақи мүгедек болып қалады. Себебі ол науқас уақытылы тиісті емдеу мекемесіне жеткізілмеді. Біздің ұйым өз алдына екі мақсат қойып отыр. Біріншісі инсульт орталықтарының санын арттыру, келесі жұмыс істеп тұрған осындай мекемелерге көмек көрсету. Біз Қазақстанмен 1,5 жыл бойы әріптеспіз. Елдегі барлық инсульт орталықтарымен тығыз жұмыс істеудеміз.